Мен Туғыл ауылының тумасымын, ескі Туғылдың. Біз Туғылдан Новостройка деген поселкеге, осы поселке болады Новостройка. 61 жыл көшіп келдік. Жұмыс бабымен ағайын. Содан бастап білем, 61 жыл сол 4 класс оқыдым. Туғылда 1-ші, 2-ші, 3-ші класс оқыдым. Ол кезде мектепке көмір жоқ, мектепке қамыс жағатын. Өте жақсы білем. Үлкен пеш өртеп жағады да, соның төбесін жоқ тастайды. Жылы өте жақсы болатын. Тура көлдің жағасында болады мектеп. Көлдің жағасына суға түсетінбіз. Енді менің білуімше 63-64 жылдар уже су баса, бұқтарманы бөгеннен кейін су ала бастады ауылды. Содан бастап көштік көбі түгелдей. Кейбіреулер айтады, 66-шы аяққа көш келгенде деп сөйдейді. Содан осында тұрып жатырмыз. Мен есімде 60-шы жылдары қойым. Сол ана немене зираттарды қазып, түгел орыс зиратын, қазақ зираттарын орыстар келіп, қаладан келіп қазып, братский могила деп бөлек бір жерде әлі күнге дейін тұр, бар қазір жерде. Апарып тастап, өйткені ана бұқтырманы жабады, сонда көл көтеріледі, содан кейін су алып кетеді деп тазалық ретінде сол жаққа апарып көшіп тастады зираттардың бәрін түгелдей. Қазір братский могила деп айтады. Алғаш салынған негізінде Загазон екен. Мекеме. Мен Загазон мекемесі. Сондан қазіргі бұрынғы Мир көшесі, қазір Шағанов көшесі қойым. Соларда өзі бөлек ауыл болатын бір кішкентай. Ана қазіргі сол қанша үй тұр, сол әлі сол үйлер тұр. Бұзылғандары бар. Сол Загазонаның кісілері, жұмыс істейтін кісілер сонда тұрған меншік үйлер түгелдей. Олар енді 58 жыл бастады дейді Загазонаны. Естуім. Содан бері содан басталады. 61 жылы мына уже қазір Алтынсарин, строитель бұрын көшелер уже салынып жатқан. Уже үкімет салып жатқан. Мекеме салған. ПМК дейді қазіргі, солар салған болады. Казгидроспестрой деген, сол дамбыны салған сол мекеме. Казгидроспестрой дейді, бөлек мекемесі. Қазіргі мына осы школьный көшесі, бірақ немене қайда мына? Парктен ары қарай, мына жоғары қалай үйлерден строитель көшемен неме көшесі, школьный көшесінде салған үйлер Казгидроспестройдың үйлері болады. Қамына сол жағындағы пристань салған үйлер. Пристань көшіп келді, ерте келді, соң кейін нефтебаза